Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Инклюзивті білім беретін педагог-психологтар 40% үстемақы алады. Бұл туралы еліміздегі инклюзивті білім берудің дамыту туралы өткен брифинг барысында белгілі болды, деп хабарлайды Бақ газет тілшісі. Журналистердің ерекше балалармен жұмыс істеу оңай емес. Осы тұрғыда инклюзивті білім беру педагогтерге қандай да бір жағдай жасала ма? Жалақы көтерілгеннен басқа деген сауалға арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы РММ директоры Әйгерім Күдеринова жауап берді. Оның айтуынша ерекше балалармен жұмыс істеу оңай емес. Осы тұрғыда жалақыдан бөлек педагог-психологтар 40% үстемақы алады. Құрметті көрермендер, осы бейнені көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.